Құрметті тыңдармандар, бұл әдеттегідей дұрыс сөйлейік атты бағдарламалар циклы. Анар ханым біздің сұрақтарымызға жауап береді. Олай болса, интонация және мағына жайлы талқыласақ. Бұл интонация туралы тақырыбымызды ары қарай өрбіте түсуге және оның тағы да басқа да қазақ интонациясының ерекшеліктерін түсінуге көмекші болатын тақырып. Интонация және мағына деген кезде кейде мысалы сөз ағымы ішінде бір сөзді әдетте енді амоним сөздерді дейміз. Амоним сөздер дегеніміз бірдей әріптерден тұратын сөздер. Бірдей әріптерден тұратын сөздерді ажыратуға ештеңе көмектеспей қалады. Тек қана интонация көмектеседі. Сондай сәттерде біз сақ болғанымыз абзал. Мысалы, балғын жастарға қарады десек. Балғын жастарға қарады, Иә. Балғын деген кісі атауы ма әлде жастар деген? Түсінбей қалдыңыз, өйткені менің интонациям көмескі болды. Егер мен қазір осыларды айырып айтсам, сіз бірден біліп қоясыз. Қай жерде мен балғын деген кісіні айтып тұрмын, қай жерде мен жастардың сынын айтып тұрмын, жас деген мағынада. Балғын жастарға қарады. Балғын жастарға қарады. Бірден түсіндіңіз, Иә. Біріншісінде ол қандай жастарға қарады? Балғын жастарға қарады. Екіншісінде балғын деген бір адам жастар жаққа қарай қарады деген білдіреді. Дәл осындай контексттер кез келген тілде көп. Сол сәтте интонация мағынаны ажыратуға көмектесіп жібереді. Мысалы, қарамаған. Қарамаған. Ол дұрыстап қарамаған. Дұрыстап қарамаған. Бұл енді орын ауыстыру. Дейді мысалы, маған қара болу керек қой. Мысалы, мен бүйтіп айтуым керек қой. Мысалы, Самат маған қара. Бірақ мен Самат қарамаған десем, бұл менің бұйрығымның қатал екенін көрсетеді, сондықтан мен орын ауыстырып тұрмын, және интонация мен оны көмкеріп тұрмын. Қарамаған. Ал енді ештеңкеге қарамаған адам дегендегі қарамаған, ол ана қарамағаннан интонациялық жағынан басқаша болып тұр. Қарамаған дегенде әуеніміз көтеріліп барып түсіп тұр, ал қарамаған дегенде әуен бір деңгейден екінші деңгейге сатылап, бірізді төмен қарай түседі. Дәл енді осындай контексттер көп. Тағы да қызық болу үшін айтайық, мысалдар келтірейік. Мысалы, алдымыздан ағаш үй көрінді. Келесі сөйлем. Алдымыздан ағаш үй көрінді. Бірінші сөйлемде ол ағаштан жасалған үй, екінші сөйлемде ол бөлек-бөлек екі объект, Біреуі ағаш өсіп тұрған, мүмкін жерде жатқан, әйтеуір ағаш, екіншісі үй. Осында да сөйлемде мағынаны ажыратуға интонация қатысады. Осындай сәттерде тіл үйренушілер енді, біз бұны қалай түсінеміз? Біз бұны қайдан жаңылып қалмайтындай бізге қандай кеңес бар деп ойлауы мүмкін. Кеңес біреу-ақ. Қазақ мәтіндеріндегі сөздердің мағынасын білу. Сол кезде сіз жаңылмайсыз. Яғни, жалпы интонация дейміз, кідірісті дұрыс алмасақ, айтқалы тұрған сөзіңнің мағынасы өзгеріп кетуі мүмкін. Дәл солай. Сіз егер интонациямен дұрыс безендірмесеңіз, тыңдарман сіздің сөзіңізді қабылдай алмауы мүмкін. Ал дұрыс безендіріп үйрену үшін ең бірінші сөздердің мағынасын білген жақсы. Тағы да бір осы интонацияның мағына ажыратуға қатысты тұстарын айтсақ, біз бағанадан бері айтқанымызда бұл жеке бір сөздің мүлдем бөлек-бөлек мағыналарын ажыратуға қатысып тұр интонация. Мысалы, балғын дегендегі бірде ол адамға қатысты онимдік атау екенін көрсетіп тұрса, екіншісінде ол сын есімдік мағынаны білдіріп тұр. Ал енді кейде интонация грамматикалық мағыналарды да ажыратады. Өткен бір бағдарламамызда да айттық, мысалы, соған ұқсас мысал келтірсек, мысалы, біз институттың жастарымыз. Ал енді қараңыз, біздің жастарымыз десек, біріншісінде біз институттың жастарымыз дегенде ол біз кімбіз деген сұраққа жауап береді. Жіктелу мағынасын білдіріп тұр. Интонациядан ғана ажыратып тұрмыз, Біздің жастарымыз дегендегі жастарымызды біз тағы да интонациядан ажыратып тұрмыз. Ол телуді білдіреді. Яғни бірінші жаққа қатысты, тәуелденіп тұр. Сол сияқты мысалы біздің қаламыз деділге, қаламыз көркейіп келе жатыр. Біз осында қаламыз.
біз осында қаламыз деген осында қаламыз, осында түнейміз деген. қаламыз деген мағынада. Сонда да осы екі сөз контекстте бірдей мағынада тұр, бірақ ауызша сөйлеп тұрған кезде осы, яғни дыбыстық контексттер бірдей, дыбыстық құрамдар бірдей, бірақ ауызша сөйлеп тұрған кезде ол интонация арқылы, яғни дауыс ырғағы екпін түскен буынның ұзағырақ болуы арқылы ерекшеленеді. Сондықтан тіл үйренушілер үшін осы сөздердің формаларын да білген абзал. Мысалы, біз қаламыз дегенде түбір қалу, қал, ары қарай оның жалғау жұрнақтары кетеді. Ал мынау біздің қаламыз дегендегі түбір қала. Дәл осындай, мысалы, мен осында қалам дегендегі қалам бар. Одан кейін мысалы қалам, кәдімгі қаламсап. Осында қалам десе етістік бұл. Ал енді осында қалам десе, осы жерде қалам бар, қаламсап. Оны да интонациямен ажыратып тұр. Сөйтіп кейде ауызша сөзде сөздің мағынасын білмесең, интонация көмекке келеді. Ал енді қараңыз, сіз сөздің мағынасын да білмейсіз, интонацияны да білмейсіз, онда сізге қиын болады. Дұрыс айтасыз. Көп рахмет. Вики білім қоғамдық қоры. Қазақстан Республикасының Мәдениет және спорт министрлігі тілдерді дамыту және қоғамдық саяси жұмыс комитеті тапсырысы бойынша дайындалған. Алматы қаласы, 2015 жыл.